Бізде келесі сабақ атомның құрамы мен құрылысы, изотоптар. Жалпы 20 ғасырға дейін бізде атомды бөлінбейтін бөлшек санап келді. Өткен ғасырларда ғалымдар ядролық реакциялар арқылы атомның бөлінуін көрсеткен болатын. Ядролық реакциялардың көмегімен атом ядросын көп мөлшерде энергия алу үшін бөліктерге бөлуге болады. Енді атом қандай субатомдық бөлшектерден құралғанына тоқталайық. Атомның тура ортасында бізде атом ядросы орналасқан. Атом ядросы протондар мен нейтрондардан құралған. Электрон қозғалысы өте тез болғандықтан біз оны электрон бұлты ретінде көреміз. Протондар бұл бізде П таңбасымен таңбаланады, яғни 10 зарядты атом ядросын құрайтын негізгі субатомдық бөлшектер. Нейтрондар бұл атом ядросындағы заряды жоқ субатомдық бөлшектер, таңбалануы N таңбасымен таңбаланады. Электрондар Е, яғни атом ядросының айналасында орналасқан теріс зарядталған бөлшектер. Мына жерде суретте көрсеткендей, протондар мен нейтрондар ортасында, ал электрон оның сыртында орналасқан. Протонның таңбасы бізде П, заряды плюс, яғни атомдық массалық бірлігі 1-ге тең, массасы 1/67, көбейту 10-27 дәрежесіне тең. Осы кестені скриншот жасап алып жазып алыңыздар. Нейтрон бізде таңбасы N, заряды 0-ге тең. Электрон бізде таңбасы Е, заряды минусқа тең. Массасына атомдық массалық бірліктерін бізде жазып алсаңыздар болады, скриншот жасап. Элементтердің атомдық құрылысы, яғни барлық химиялық элементтер субатомдық бөлшектерден құралады. Төменде литий, натрий секілді элементтердің атомдық құрылысы көрсетілген. Мына жерде қарасақ, литий 3 атомының құрылысы, яғни 3 протон, 4 нейтрон, 3 электрон деп тұр. Енді қарайық, мына көкпен көрсетілген бізде бұл электрондар, ал ортасындағы атом ядросында біздер айттық, протон мен нейтрон орналасады. Протон саны 3, электрон саны 3 деген бұл бізде оқушылар реттік номері, яғни протон мен электрон саны бізде элементті реттік номеріне тең болады. Ал нейтрон саны 4 екенін қалай анықтаймыз десек, бұл бізде литийдің атомдық массасы 7-ге тең. Мына жерде кестеде көрсетіп қойған атомдық массасы 7 деп тұр литийдің. Сол 7-ден біз реттік номерін алып тастаймыз, яғни 3-ті. Сол кезде бізде нейтрон санын анықтай аламыз. Натрийде солай қарасаңыздар. 11 бұл электрон көкпен берілген, және 11 протон бар, мана айтып кеттік, екеуі де реттік номеріне тең. Ал 12 нейтронды қалай анықтаған дейтін болсақ, бұл жерде біз натрий реттік номері, яғни 11-ге тең, ал атомдық массасы 23-ге тең. Осы 23-тен 11-ді алып тастап, бізде нейтрон саны, яғни 12-ге тең екенін анықтап тұр. Мына жерде кейбір элементтер атомдық құрылысын көрсетіп қойған, протон, нейтрон сандарын. Келесі енді изотоптар. Бір химиялық элемент құрамында протон сандары бірдей, нейтрон сандары әр алуан атом түрлері кездесуі мүмкін. Ондай атом түрлерін біздер изотоптар деп атаймыз. Яғни реттік номерлері бірдей, ал салмақтары, атомдық массалары, яғни әртүрлі. Осыларды біз изотоптар деп атасақ болады. Яғни, мысалы, сутектің 3 түрлі изотопы бар. Протий, дейтерий, тритий. Олар тек бізде нейтрон сандарымен ерекшеленеді. Изотоптар ұқсас химиялық қасиеттерге ие болып келеді, бірақ физикалық қасиеттері әртүрлі. Бұл жерде протий бізде 1/1-ге тең. Келесі дейтерий, яғни қарасаңыздар, мана айтып кеттім, атомдық массасы өзгеріс бар, сондықтан нейтрон санында өзгеріс болады деп. Дейтерийде бізде реттік номері 1-ге тең болғанмен, оның салмағы бізде 2-ге тең. Келесі бізде тритий, яғни бұл бізде реттік номері 1-ге тең, ал оның атомдық салмағы, массасы бізде 3-ге тең. Сондықтан нейтрон саны, мына жерде көріп тұрық, тритийде 2, протон саны барлығында 1-1-ден. Ал дейтерийде нейтрон саны 1, яғни 2-ден біз 1-ді алып тастадық. Енді бізде бекіту тапсырмалары оқушылар. Осы тапсырмаларды орындап, өздеріңіз көріңіздер. Сабақ пайдалы болды деген ойдамын.